Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен кезде оның денесін қабірге салмас алдын Біләл радиаллаху ан азан шақырды. Бірақ ашхаду анна Мұхаммадар Расулуллах деген жерге келген кезде мешіттегі қауым ағыл-тегіл жылай бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қабірге қойған соң Әбу Бәкір радиаллаху ан Біләлға азан шақыруын сұрайды. Сол кезде Біләл радиаллаху ан айтады: егер сен мені өзіңмен бірге болу үшін азат еткен болсаң, сен жанында қалайын. Ал егер Алла үшін азат еткен болсаң, мені өз еркіме жібер деп айтады. Сол кезде Әбу Бәкір радиаллаху ан айтады: мен сені тек Алла үшін азат еттім дейді. Сол кезде Біләл радиаллаху ан айтады: ендеше мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін ешкімге азан айтпаймын дейді. Қалауым болсын деп Әбу Бәкір радиаллаху ан сөзін аяқтайды. Сөйтіп Біләл радиаллаху ан Шам өлкесіне аттанады. Осылайша Шам өлкесінде бірнеше уақыт тұрақтаған соң бірде түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көреді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Біләл радиаллаху анхуға: бұл маған деген салқындығың ба, Біләл, бізді неге зиярат етпейсің деп айтады. Мұны естіген Біләл радиаллаху ан ұйқыдан қатты мұңмен оянады. Содан бірде Мәдина қаласына аттанады. Мәдина қаласына келген кезде оны Хасан радиаллаху анху мен Хусейн радиаллаху ан қарсы алады. Біләл радиаллаху ан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі жиенін сүйіп құшақтайды. Сол кезде Хасан мен Хусейн айтады: Біләл, біз сенің азан айтқаныңды сағындық деп азан айтуын сұрайды. Біләл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі жиенінің сөзін жерге тастамай мешіттің төбесіне көтеріліп Аллаху акбар деген кезде Мәдинаның ішінде толқу басталады. Ашхаду алла иляха иллаллах деген кезде Мәдинаның толқуы одан сайын күшейе түседі. Ашхаду анна Мұхаммадар Расулуллах деген кезде әйелдер өз бөлмелерінен шығады. Мәдина халқы сол күннен көп жылаған адамдарды көрген емес.